Асқабақ тұқымының зияны және қарсы көрсеткіштері. Бұл өнімді күнделікті қолдануды бастамас бұрын мүмкін болатын жанама әсерлер мен қауіп тобы туралы білу керек. Дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз және өздігінен емделмеңіз. Асқабақ тұқымына аллергияның белгілері сирек кездеседі. Алайда, егер сіз тұқымдарды тұтыну кезінде ісіну, бөртпе, қышу, мұрнның бітелуі, тыныс алудың қиындауы байқалса, оларды қабылдауды дереу тоқтатып, дәрігерге қаралыңыз. Егер бұрын аллергиялық реакциялар әсіресе тұқымдар мен жаңғақтарға сізді алаңдатса, абай болыңыз. Асқабақ тұқымы жеткілікті түрде шайнамаса, ас қорыту бұзылуы мүмкін. Бұған жол бермеудің ең жақсы әдістерінің бірі тұқымдарды сумен толықтыру, сұйықтық талшыққа және тұқым құрамындағы басқа компоненттерге асқазан ішек жолынан жеңіл өтуге көмектеседі. Ішек моторикасын жақсартады және ас қорытудың алдын алады. Сіз жейтін тұқым мөлшерінен асып кетпеңіз, себебі олардың құрамында талшықтың көп болуы диареяға әкелуі мүмкін. Асқабақ тұқымы мигренді бас ауруы үшін қоздырғыш ретінде қолданылған, бірақ бұл туралы ғылыми дәлелденген дәлелдер жоқ. Алайда, егер сіз жиі мигренге бейім болсаңыз, асқабақ тұқымын тұтынуды бастамас бұрын дәрігермен кеңесуді ұмытпаңыз. Сапасыз шіріген тұқымдарды қабылдаған кезде денеде бос радикалдардың пайда болуы артады. Бұл оның улануына әкеледі. Өнімді сатып алғанда өте мұқият болыңыз. Асқабақ тұқымының жүктілік кезінде және емшек емізу кезінде әйелдің денесіне теріс әсерін растайтын немесе жоққа шығаратын ғылыми дәлел жоқ. Бірақ сіз тәуекелге бармауыңыз керек. Осы уақыт ішінде бұл өнімді пайдаланудан бас тартқан жөн, немесе оны дәрігермен кеңескеннен кейін қолданған жөн. Гипогликемиямен ауыратын адамдар тұқымдарды қабылдауда абай болу керек. Асқабақ тұқымы қант диабетімен ауыратындар үшін тамаша тағамдық қоспалар болып табылады. Өйткені олар қандағы қант деңгейін реттейді. Оларды төмендетеді және кейінгі өсуіне жол бермейді. Егер сіз диабетке қарсы немесе гипогликемиялық препараттарды қабылдайтын болсаңыз, онда асқабақ тұқымын қолданудың орындылығы міндетті түрде дәрігермен талқылануы керек. Асқабақ дәнінің калория мөлшері жоғары. Өнімнің 100 граммында 559 калория және 49 грамм май бар. Тұқымдарды бақылаусыз жеу жеңіл салмақ пен семіздікке әкелуі мүмкін. Бұл өз кезегінде көптеген аурулардың себебі гипертония, қант диабеті және тағы да басқа. Барлығында сіз норманы сақтауыңыз керек. Ал егер сіз қосымша фунттан айырылғыңыз келсе, диетаға тұқым қоспас бұрын 2 рет ойланыңыз. Асқабақ тұқымы қан қысымын төмендетуде тиімді. Сондықтан гипотензия мен немесе гипертензияға қарсы препараттарға, гипертониялық реакциямен ауыратындар бұл өнімді дәрігермен талқылауы керек. Шын мәнінде асқабақ тұқымы бұл денсаулыққа пайдалы әсер ететін керемет табиғи тағам. Дегенмен сіз қызмет ету мөлшеріне мұқият болыңыз. Керек және өнімді тұтынудан жанама әсерлерді байқасаңыз абай болуыңыз керек.